Қазақ тілі сабақтың тақырыбы табиғат және адам етті сөйлем. Балалар, алдымен сендер мұқият өлеңді тыңдап алыңдар. Және одан кейін өлеңге байланысты сұрақтарға жауап береміз. Табиғат тіршіліксің тұнып тұрған. Сен күнсің көтерілген күліп қырдан. Сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамды сұлулыққа ұлықтырған. Сен жарықсың, сен жерсің, сен гүлсің, сен адамсың, сен ауасың, сен анамсың. Бәрі сен, менің өмірім сен сыйлаған, туған жерім, отаным Қазақстан. Өлең ұнады ма сендерге балалар? Өлеңде не туралы айтылған деп ойлайсыңдар балалар? Өлеңде не туралы айтылған? Сезім? Табиғат жайлы айтылған, тамаша. Адам туралы, табиғат туралы жарайсыңдар балалар. Ал енді осы өлеңге балалар қандай ат қояр едіңдер? Алтын? Табиғат мен адам. Табиғат пен адам және тағы да қандай ат қоюға болады Арсен? Табиғат және адам. Тағы да қандай ат қоюға болады? Табиғат. Табиғат деп қоюға болады екен. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Олай болса балалар, табиғат деген не екен? Табиғатқа нелер жатады балалар? Нелер жатады табиғатқа Арсен? Ағаштар. Ағаштар. Айзере? Адамдар жатады, жарайсың. Алтын? Өсімдіктер. Өсімдіктер. Қасымхан? Күн жатады екен. Асылай? Ай жатады екен, тамаша. Нұрали? Адамдар жатады, жарайсың. Айсұлу? Ауа жатады екен, тамаша балалар. Біздің табиғатқа балалар ағаштар, яғни өсімдіктер, құстар да жатады екен, ай да жатады екен, күн жатады екен, су да жатады екен. Біздің түсіп жатқан ауамызда табиғатқа жатады екен, адамдар жатады екен дедік. Ал енді балалар тақтадағы мына суреттерге қарап, лепті сөйлемдер құрастырыңдаршы балалар. Бірінші суретке қарап, қандай лепті сөйлем құрастыруға болады? Кім айтады? Қасымхан? Айдың жарығын-ай. Тамаша, керемет сөйлем. Айдың жарығын-ай. Екінші суретке қарап, қандай лепті сөйлем құрастыруға болады? Сезім? Мына құстың әдемісін-ай. Тамаша, мына құстың әдемісін-ай. Тағы келесі суретке қарап, қандай сөйлем құрастыруға болады Арсен? Мына ағаштың үлкенін-ай. Жарайсың, мына ағаштың үлкенін-ай. Келесі суретке қарап, қандай сөйлем құрастыруға болады? Кәнекей Есия? Ағам әскерден келді. Тағы? Қасымхан? Алақай, ағам әскерден келді. Жарайсың. Алақай, ағам әскерден келді. Тамаша. Келесі суретке қарап, қандай сөйлем ойластыруға болады екен? Сұлтан? Күннің ыстығын-ай. Дауысын шығарып қой. Күннің ыстығын-ай. Күннің ыстығын-ай. Жарайсың Сұлтан. Ал келесі суретке қарап, қандай сөйлем құрастыруға болады? Келесі судың суреті. Қасымхан? Судың мөлдірін-ай. Судың мөлдірін-ай. Тамаша балалар. Осы айтқан сөйлемдеріміз қалай айтылды балалар? Арсен? Лепті. Лепті сөйлем. қалай айтылды? Балалар қалай айтылды? Көтеріңкі дауыспен. Көтеріңкі дауыспен айтылды. Жарайсыңдар, тамаша балалар. Олай болса, мына өлең жұмбақты тыңдап көрейік. Бұл қандай сөйлем туралы айтылған екенін сендер анықтайсыңдар. Қазір тыңдап алайық. Сен неге айқайлай бересің? Сөйлемге қандай мағына бересің? Жөн-жосыңды түсіндірші. Жазуда қандай жерде келесің? Мен ылғи айқайлай бермеймін. Қуана да, күле де білемін. Кейде өкініп, кейде ренжісем де, көбінесе көтеріңкі көңілді жүремін. Сөйлемдерге көтеріңкі дауыс беремін. Сондай сөйлемдердің соңында жүремін. Бұл қандай сөйлем туралы айтылған екен балалар? Айзере? Лепті сөйлем. Лепті сөйлем, жарайсың Айзере, тамаша. Және қандай тыныс белгісі туралы айтылған тағы да Айсұлу? Леп белгісі. Леп белгісі туралы айтылған екен. Тамаша. Өлеңнен не түсіндіңдер? Яғни лепті сөйлемдер қалай айтылады екен? Лепті сөйлемдер. Қасымхан? Көтеріңкі дауыспен. Көтеріңкі дауыспен. Тағы? Көтеріңкі күймен. Тағы? Сезіммен. Сезіммен айтылады екен. Тамаша, керемет. Балалар, ал сезімнің неше түрі болады? Ренжу, қуану, ашулану, өкпелеу деген сияқты. Тамаша балалар. Олай болса, балалар,
сөйлем дейміз? Лепті. Лепті сөйлем дейміз. Тамаша. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Және лепті сөйлемдердің соңынан қандай тыныс белгісі қойылады? Айсұлу? Леп белгісі. Леп белгісі қойылады. Өте тамаша балалар. Жарайсыңдар. Олай болса, балалар, қазір мен сендерге семантикалық карта таратып беремін. Яғни жеке жұмыс болады. Барлығымыз осы сұрақтарға жауап береміз. Яғни картада 3 түрлі сөйлемдер берілген. Сендер осы сөйлемдердің ішінен анықтайсыңдар, қай сөйлем хабарлы сөйлем екенін, қай сөйлем лепті сөйлем екенін, қай сөйлем сұраулы сөйлем екенін анықтап, қосу амалы арқылы көрсетесіңдер. Жарай ма? Ана олдастар. Жұмысқа кірісеміз. Картаны алғанда олар жылдам жатамыз. Қасымда. Қаламмен белгілесе де болады, немесе ручкамен белгілесе де болады. Олай болса, әр топ өзінің жұмысын қорғасын. Әр топтан бір оқушы қорғасын, уақыт үнемдеу үшін. Қайсын қорғайсын? Ал Айзере жарайды. Тыңдап отырамыз бастапты. Өзіміздің жұмысымен салыстырамыз. Балалар жаттығу жасады. Бұл хабарлы сөйлем. Сенің жасың нешеде? Бұл сұраулы сөйлем. Қандай керемет қалар? Бұл лепті сөйлем. Ал хабарлы сөйлемнен қандай тыныс белгісі қойылады екен? Нүкте. Сұраулы сөйлемнен кейін? Сұрақ белгісі. Ал лепті сөйлемнен кейін? Леп белгісі. Жарайсың, Айзере. Келсеңіз бе балалар? Қайсы 8 жауабы осындай болды ма? Тұра қойып, өз жұмысында.